Біздің бағдарламаға еліміздің түкпір-түкпірінен ақпарат келіп түсетінін жақсы білесіздер. Алайда елден хабарға тек Қазақстанның іші емес, шетелден де жаңалықтар келеді. Нұрбол Қанағат есімді Моңғолияның қазағы бізге видео жолдапты. Бай өлкенің тұрғыны сырттағы ағайынның халін айтып, бір тойдан үзінді жіберген екен. Жайлаудағы мал баққан қазақтар керегелі киіз үй, қазақша күреспен аламан бәйге. Қазақилықтың қаймағы сақталған аймақтың көрінісін бірге тамашалайық. Қазір балуандар күресіп жатыр. Осы күрестен соң ат жарысы, ұлттық ойындар болады. Міне қазақтың шынайы бейнесі. Ақтайыншы мұстауы басында тұрыр көпжауын қазақ раңғай туғамыз бекен деп жүрген бауын. Дәл қазір таңғы кез мал өрісте жұрт енді оянған, төтенің түтетіп таңғы чайын ішуде. Сай-саладан су аққан осындай қазақтың бір тұнық қазақтығын көрсететін нағыз бейнесі міне. Мен Қанағат Нұрбол, арнайы елден хабар бағдарламасы үшін бай өлке бейнесі. Алыстағы ағайынның көңіл күйін жеткізген Нұрбол Қанағатқа алғысымызды білдіреміз. Сіздерден тағы да жаңалық күтеміз. Еліміздің ауылдарына көшсек, құрметті көрермен